Кайрылуу күн достар, өтө дамды шығатын баклажановый рулет дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге 2 баклажан қажет. Баклажанымызды жұп-жұқа етіп турап аламыз. Міне достар, осындай жұп-жұқа етіп турап аласыздар. Достар, мына баклажанды аласыздар да жұмыртқаға батырып алып, сосын ұнға тағы да батырып алып, қызып тұрған майға қуырып аласыздар. Қызарғанша, екі жағы да қызарғанша қуыра беретін боласыздар. Міне достар, баклажандарымызды қып-қызыл етіп қуырып алдық. Енді ішіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Бізге майонез қажет, және де 2 чеснок қажет. Чесногымызды өткізіп алып, үстінен қара бұрыш, тұз қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, баклажанның ішіне жағатын боласыздар. Және де баклажанның ішіндегі помидор қосатын боламыз. Помидор, огурцы қоссаңыздар да болады. Помидормен және салат жапырағын қосатын боламыз.
Міне достар, баклажанымызды аламыз да жаңағы майонезімізді жағып шығатын боламыз. Үстінен салат жапырағын және помидорды салып орайтын боламыз. Міне достар, майонезімізді жағып алып, үстінен салат жапырағын және де помидорды қойып, орап шығатын боласыздар. Осылай кете бересіздер. Міне достар, біздің баклажановый рулеттеріміз дайын болды. Көздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, әдемі көрінеді. Кез келген дастарханның сәнін келтіреді және өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздерге ұнаса, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.